Барлықтарыңа сәлем. Сіздермен бірге Донжак. Бүгін біз Т9-да КВ атака жасайтын боламыз. Бүгінгі атака Го-Го-Го деп аталатын болады. Біз бұда 2 голем, 8 хок, 10 валкирия, 4 сенобой, 8 маг алатын боламыз. Ал заклинаниялардан 2 жан беретін, 1 ярыс және де 3 треск алатын боламыз. КК-дан 6 хок аламыз және де 1 треск алатын боламыз. КВ-да біз нөмірі бірінші тұрғандықтан бірінші нөмірге атака жасайтын боламыз. Өздері қаламызға бірінші базасын тексеріп аламыз. Бұл база Го-Го-Го атакаға жақсы келеді екен. КК-сын тексерейік. КК-да ешқандай әскер жоқ екен, бұл бізге қуаныш. Біз осы жерден тресканы жіберсек, жарып ортаға кіріп кетуіміз мүмкін. Сосын мына беттікі жақтардан голем жіберіп, стенобой жіберіп, макпен шайып, мына беттен хоктарды жіберетін болсақ, біз бұдан 3 жұлдыз алатын сияқтымыз. Ал атака жасаймыз. Бірінші ортадан трескі жіберіп алайық. Ал кеттік. Біз трескілерді жібердік. Қуаныш орай біз жартызадық. Енді големдер жібереміз. Біз мына жерде қателесіп 3 голем деп ойлап қалдық бізде, сондықтан макпен бірінші шайып аламыз. Сенобой жібереміз. Тағы да бір мак мына жерден жіберейік. Сосын 10 валкирияны ортадан жіберейік. Артына королева жіберейік. Сосын стенобой жіберейік. Ортаға кіргізуіміз керек. Ортаға кірсе, әрі қарай валкириялар өздері шешіп тастайды. Ал мына жерден ярыс алып жіберейік. Міндетті түрде ярыстан кейін жан беретін заклинания тастауымыз керек. Ана беттен хокты жаяйық. Негізі штуктап жаюымыз керек еді, бірақ бәрі кетіп қалды. Әзірше болады, жақсы атака жасалып келе жатыр. Тек мына хоктарымыз өліп қалмаса екен. Мына жерден заклинания тастайық. Өкінішке орай мына жерде біз 3 жұлдызға ала алмайтын сияқтымыз, өйткені королева өліп жатыр. Мына жақта магтар жоқ. Мына жер қиындап кетті. Өкінішке орай 2 жұлдыз деп есептей берейік, өйткені біз 3 жұлдыз ала алмаймыз. Мына жақта магтар қырып жатыр. Мына жақта валкирия әлі тірі жүр. Көрейік соңына дейін не болатынын. Я 2 жұлдыз аламыз, я 3 жұлдыз аламыз. Ал мына жерде валкириялар қырып жатыр. Мына мак мына жері қырғанда ұтуға болатын. Өкінішке орай 2 жұлдыз. Ал келесі КВ атакантта көрсететін боламын. Бұл біздің бірінші атакамыз. Енді келесі атаканы біз алынбаған нөмірі 4-ке жасайтын боламыз. Ол клэшбот деп тұр, ол да Т9. Жақсы прокачат етілген сияқты. Ал әскер шыққан күтейік, оған дейін пауза қоямыз. Ал жігіттер, біздің көптен күткен әскерлеріміз дайын болды. Екінші атакамызды жасауға дайынбыз. Біз дәл бірінші атакамыздағыдай Го-Го-Гомен атака жасайтын боламыз. 2 голем, 8 хок, 10 валкирия, 4 сенобой, 8 маг алатын боламыз. КК-ға 6 хок, 1 треск алатын боламыз. Әзірше КВ-да жеңіп жатыр, сондықтан бос біреуіне жасайтын боламыз. Бізге рекомендовать етіп тұрған 4-ші нөмірлік Clash Bandicoot деген екен, соны 3 жұлдыз алуға тырысатын боламыз. Біз қазір фарм атакаға әскер дайындайтын боламыз. Көбінесе фармды барбарлықпен жасаймын. Тек КВ-да ғана Го-Го-Гомен атака жасаймын. Ал КВ-да 4-ші нөмірдегінің базасын тексерейік. Қай жақтан атака жасайтынымызды ойластырайық бірінші. Біз төмен жақтан атака жасайтын боламыз. КК-да дракондар болуы мүмкін. Төмен жақтан трескілерді жіберіп, 2 големмен алдан сыратып, макты жайып жіберіп, сосын хоктарды бұлай жайып жіберсек 3 жұлдыз алайын деп тұрмыз. Бірінші хижинадан бастаймыз. Ал атаканы жасаймыз. Тезірек атака жасайық па, әлде шамалы ойлана тұрайық па, білмейдім.
біз мына хоктың бәрін жайып жіберейін деп тұр. Бізде әскерден король өкінішке орай 11-ге көтеріліп жатыр, сондықтан королевамен ғана атака жасаймыз. Бірінші макты хижинаға жібереміз. Големді екі жақтан жіберіп мактарды жайып жіберетін боламыз. Сосын үстенабойды точно ортаға баратындай қылып жібереміз. Артынан валкириялар жіберіп королева жіберуді ұмытпаймыз. Міндетті түрде валкирияға ярыс тастайтын боламыз, өйткені валкириялар тезден жоқ қылып тастайды. Үстенабойлар қисық кетті өкінішке орай, ал бірінші ярысты тастайық. Артынан жан тастайтын заклинаниені тастайтын боламыз. Бұл жерді 100% алатын сияқтымыз, өйткені бұл жаңадан өткен 9-ға хоктарды алдансыратып жібереміз 2-2 штуктан. Біздің королевамыз мына жақта қырып жатыр. Әлі жаны бар королеваның көптеген. Заклинанияны мына хоктарға тастайық. Мортираның жанына. Ал мінеки 3 жұлдыз алдық. Әлі біздің королевамыз өлмепті. Жалғыз королевамен 3 жұлдыз алып тастап отырмыз. Хоктарымыздың әлі жартысынан көбі тірі жүр. Мына жерді оңай 3 жұлдызға алдық деп есептеймін. Келесі летсплейде де осындай атакалар көрсететін боламын. Енді көптеген видеолар шығаратын ой бар. КВ-ға қандай әскермен атака жасау керек, соларды көрсететін боламын. Yes, 100% алдық мына жерді. Великолепно. Победа. Рекорд жасадық. Біз КВ-да жеңіп жатырмыз. 37 жұлдызбен. Олар әзір бізге жете алмайтын сияқты. Егерде біздің кланымызға келіңіз келсе, осы Ағорда кланына келіңіздер. Жақсы клан КВ-да отып жатырмыз көбінесе. Ара-арасында ғана жеңіліс бар. Ол дұрыс ойнамай кеткен кездерімізде болған. Ағордаға келіңіздер, көріңіздер. КВ-да бірыңғай 3 жұлдыз алып жақсы атака жасайтын жігіттер көп бізде. Ал сіздермен бірге болған Дон Жак. Құрметті көрермендер, қош сау болыңыздар. Келесіде көріскенше.